Сәлем достар, бұл киношоу кезі. Бүгін біз Mortal Kombat Legends анимациялық сериясын ресми түрде жалғастырамыз. Алдымен сендерге үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені алдыңғы видеода Mortal Kombat аңыздары Скорпионның кейгі бөлімінде мен бір шарт қойған едім. 150 лайк жиналса, келесі фильмді бірден шығарам дегенмін. Сендер ол шартты жай ғана орындамай асып кеттіңдер. Демек, уәде. Міне сол уәденің жалғасы бүгін басталып тұр. Бүгінгі бөлім Mortal Kombat аңыздары, патшалықтар айқасы. Бірақ бір нәрсені бірден айтайын, бұл фильм алдыңғы бөлімнің жай жалғасы емес. Бұл бөлімде Mortal Kombat әлемі жеке кейіппен, жеке тағдырдан шығып, үлкен масштабқа, яғни патшалықтардың тағдыры шешілетін деңгейге көтеріледі. Сондықтан осы видеодағы атмосфера да басқа. Мұнда интрига көп, қауіп үлкен, таңдау ауыр. Mortal Kombat туралы сөйлескенде ең алдымен бір маңызды нәрсені дұрыс айтып алған жөн. Тарихи тұрғыда Mortal Kombat'тың бастауында 1992 жылы Midway Games компаниясы тұрғанын бәріміз білеміз. Алғашқы ойын, алғашқы кейіпкерлер, алғашқы турнир идеясы, Mortal Kombat'тың атауы бәрі сол кезде дүниеге келді. Бірақ уақыт өте келе Mortal Kombat тек ойын болып қалмай, тұтас мифологияға айналды. Әлемдер жүйесі, құдайлар заңы, патшалықтардың бірін-бірі жаулап алу ережелері, осының бәрі жылдар бойы кеңейіп күрделенді. Midway Games тарағаннан соң франшиза жаңа кезеңге өтті. Mortal Kombat бүгін біз білетін күйге келу үшін оны жаңаша жүйелейтін және бір канонға жинайтын студия керек болды. Сол кезде сахнаға NetherRealm Studios шықты. Яғни қысқаша айтқанда Midway Games Mortal Kombat'тың туған жері, бастауы. NetherRealm Studios Mortal Kombat'тың қазіргі канонын, заманауи бағытын, сюжет пен әлем құрылымын жүйелеп дамытуға жауапты негізгі студия. Сондықтан Mortal Kombat Legends сияқты анимациялық фильмдерде дәл осы қазіргі канонға, қазіргі түсінікке сүйеніп жасалады. Енді ең қызығы мынада, неге біз Mortal Kombat Legends анимацияларын бөлек серия ретінде айтып жүрміз? Өйткені Legends бұл жай ғана анимация емес. Бұл Mortal Kombat'ты қысқартпай, жасырмай, әлемнің заңын бұзбай беретін формат. Кино адаптацияларда кейде сюжет жеңілдетіліп кетеді, кейіпкерлер терең ашылмай қалады. Ал анимацияда керісінше мифологияны кең көрсетуге болады, кейіпкерлердің ішкі шешімдерін түсіндіруге болады, және ең бастысы Mortal Kombat'тың ең қатал атмосферасын дәл беруге болады. Бірінші фильм бізге бір нәрсені анық көрсетіп берді. Mortal Kombat'та жақсы мен жаман сызығы әрдайым түзу емес. Кейде адам зұлымдыққа өз еркімен бармайды, оны сол жолға тағдыр итереді. Ал енді екінші фильмде біз басқа сұрақтарға жақындаймыз. Жер патшалығы өз ережесімен қорғана ала ма? Патшалықтар соғысы басталса, турнир кімге керек болады? Бір әлемнің күш көрсетуі мен екінші әлемнің заңға сүйенуі қайсысы жеңеді? Ал ең маңыздысы, ойын аяқталса да соғыс тоқтай ма? Міне, бүгінгі бөлім осы сұрақтардың көлеңкесінде өтеді. Жалпы неге патшалықтар айқасы ерекше? Бұл фильмнің атының өзі айтып тұр. Патшалықтар айқасы. Яғни бұл жерде мәселе бір адамның кегі емес, бұл жерде мәселе бір ғана арена емес. Бұл жерде ставка жоғары, бүтін бір әлемнің ертеңі. Ал мен қазір бәрін сендерге сюжетін баяндап отырып жеткіземін. Бірақ қысқаша айтарым, бұл бөлімде оқиғалар тез өрбейді, қауіп үлкейеді, ал кейіпкерлер бұрынғыдан да қиын таңдауға келеді. Сондықтан дәл осы видеода мен сендерді басынан ақ бір нәрсеге дайындап қояйын. Бұл жай қызық үшін көретін бөлім емес. Бұл Mortal Kombat Legends сериясының маңызды түйіні. Ескерту ретінде айта кетейін, бұл анимацияда қанды, ауыр көріністер өте көп, неше түрлі фаталити, неше түрлі денелерін бөліп тастау. Бірақ мен YouTube'қа қауіпсіз форматта ең қажетті жерлерін ғана көрсетіп, негізгі әсерді дауыспен баяндауға барынша тырысамын. Ал енді достар, дайын болсаңдар, Mortal Kombat аңыздары, патшалықтар айқасы оқиғасын бастайық. Бұл оқиға бірден соғыстың ортасынан емес, ең басынан, тағдырдың өзінен басталады. Бір отбасы оларды өкшелеп қуып келе жатқан құбыжықтардан қашып құтылуға тырысады. Әйелдің қолында сәби бар, және ол кішкентай Liu Kang болатын. Әйел адам сол сәбиді аман алып қалу үшін өз өмірін құрбан етуге дайын, және оған сондай мүмкіндік туатын сәт келеді. Құбыжықтар адамдарды тығырыққа тіреп, Liuдің әкесін өлтіреді. Содан кейін олар оның анасын да өлтіруге кіріседі.
Анасы әлі тірі жатқан сәтте кенеттен лорд Рейден пайда болып жауларды қырып тастайды. Содан соң ол өлім аузындағы әйелдің қолынан сәбиді алып найзағай жарқылымен бірге жоқ болып кетеді. Уақыт өте келе Лю Кэнг ер жетіп тамаша жауынгерге айналады. Ол өлім сайысына қатысып жеңіске жетеді. Алайда бұл жеңістен кейін де император Шао Кан тынышталмайды. Ол жерді басып алу үшін өз әскерімен жойқын жорық бастайды. Оның әскері адамдар қорғаныс құрған храмға шабуыл жасайды. Храмды Кунг Лао бастап тұрған жауынгерлер қорғайды. Ол өз бас киімін қару ретінде қолдана отырып құбыжықтарды қырғынға ұшыратады. Бірақ оның шеберлігінің өзімен де жаудың негізгі соққы күшіне қарсы тұру оңай болмайды. Дәл сол сәтте оған досы Джакс пен Страйкер көмекке келеді. Олар отты қаруды қолданып храмға басып кірген құбыжықтарды талқандайды. Ал осы уақытта қарсы жақта Ханшайым Китана жаңа шабуыл жоспарын құрып жатқан еді. Дәл сол сәтте оған әскердің ауыр шығынға ұшырап жатқаны туралы хабар жеткізіледі. Алайда Китана тоқтауды ойлаған жоқ. Дәл сол сәтте Джонни Кейдж пайда болады. Ол біраз уақыттан бері дұшпанның басқару орталығын сырттай бақылап жүрген. Бірақ енді өзін көрсетуге уақыты келген еді. Джонни Китанадан берілуді талап етеді. Бірақ Ханшайым оны салмақты қарсы алмайды. Сөзін әзіл сияқты көреді де актерді өлтіруге бұйрық береді. Алайда Джонни де жалғыз келген жоқ. Бүркемеде снайпер винтовкасымен отырған Соня оны аңдып қауіпсіздігін қамтамасыздандырып отыр еді. Бірақ соның өзінде бұл жеткіліксіз болды. Қарсылас тым мықты болып шықты. Сол сәтте достарына Лю Кэнг пен Рейден көмекке келеді. Олар келіп жауға бірнеше ауыр соққылар сыйлайды. Бірақ Шао Кан тыныш шетте тұрып көріп отыратын жан емес. Әсіресе найзағай құдайы мен оның шәкірті оның сарбаздарын талқандап жатқанда. Ол шығып Рейденге бас тартуға болмайтын ұсыныс айтады. Қан төгуді тоқтату үшін Шао Кан тағы бір өлім сайысын өткізуді ұсынады. Дәл сол турнирде жердің тағдыры шешіледі. Достары бұл ұсынысқа қарсы, өйткені олар үйлерін бір рет осы турнирде қорғап қалған болатын. Бірақ Рейден басқаша ойлайды. Оның пікірінше, егер қазір Шао Канды сыртқы әлемге қайта қуып жіберсе, ол жаңа әскер жинап қайтып оралады. Сондықтан оны бір жола тоқтату керек. Сол себепті Рейден императордың ұсынысын қабылдайды. Екеуі бірге жоғарғы құдайларға барып жаңа өлім сайысын өткізуге рұқсат сұрайды. Сол кезде Ханзо Хасашидің көз алдына тамаша көрініс келеді. Әйелі мен баласы тірі, бәрі бірге және бақытты. Алайда көрініс кенет өзгеріп, оның отбасын азапты өлім құшып, сол азаптың өзіне де жеткенін көреді. Елестің соңында Ханзо Скорпион бейнесінде Шиноктың алдында пайда болады. Шинок түп негізінде жоғарғы құдайлардың бірі болғанымен, ол құдайлармен бірге болу құқығынан айырылған. Ол Ханзоның жан дүниесінде құпия кілт бар екенін, сол кілт арқылы 4 элемент храмында сақталған қуатты артефактке апарар қақпаларды ашуға болатынын айтады. Егер Скорпион бас тартса, Шинок оның терісін сылып алады. Содан кейін қайта тірілтіп, бұл азапты қайта қайталайтынын айтады. Бірақ ондай қорқынышты ескерту Ханзоны қорқытпайды. Ол тұтқыннан қашып құтылып кетеді. Сол кезде құлаған құдай Шинок жалдамаларды тауып, Скорпионды тіріде ұстап әкелуді бұйырады. Арада біраз уақыт өткен соң Сабзиро мен Смоукты Грандмастер өзіне шақырады. Екеуі жаттығып жүрген, және Смоук шәкірті өзінің марқұм бауырының орнына басуға дайын деп ойлайтын. Алайда Сабзиро бұл ұсыныстан бас тартады. Сонда Грандмастер оған және Смоукқа Скорпионды тауып ұстап әкелуді тапсырады. Тапсырманы сәтті орындау үшін ол екеуін киборгқа айналдыруды көздейді. Грандмастер басқалардың бәрі өліп қалды деп ойлаған Сайрекс пен Секторды шақырады. Олар әлдеқашан машинаға айналған еді, және енді Смоук пен Сабзироны да өздері сияқты етпекші болады. Екеуі қашып үлгереді, ал киборгтар оларды қуып кетеді. Олар Смоукты қуып жетіп, оны мәжбүрлі түрлендіруді бастайды. Жарылыс Сабзироны ғимараттан сыртқа ұшырып жібереді, бірақ ол қайта оралуға тырысады. Алайда өз ақыл есінен айырылып бара жатқан сәтте Смоук оған қашуды бұйырады. Сол уақытта Шао Кан мен Рейден жоғарғы құдайларға барып тағы бір өлім сайысын өткізуге рұқсат сұрайды. Құдайлар ақылдасып келісім береді, бірақ Рейденнің тағы бір өтініші бар еді. Ол бұл турнирге өзі де қатысқысы келеді. Ол үшін оның өлмейтін күші алынып адамға айналуы керек. Сондықтан құдайлар оның құдайлық күшін алып тастайды. Осыдан кейін Шао Кан әскерін кейін шегіндіреді, ал жердің ең үздік жауынгерлері алдағы турнирге дайындала бастайды. Бұл шайқасқа Страйкер де қатысады, бірақ ол әлі өзіне қандай сынақ күтіп тұрғанын білмейді. Барлық жауынгерлер кеткен соң Рейден Скорпионды байқап қалып, оның не үшін келгенін сұрайды. Ханзо Шинок
Шиноктың жоспары туралы айтады және Рейден түсінеді. Соңғы Камидогуды ала алатын жалғыз адам бұл Скорпион. Егер Камидогу бөлшектерінің барлығын біріктірсе, ежелгі біртұтас мақұлық қайта тіріледі. Оны кезінде жоғарғы құдайлар бөліп жіберіп, әртүрлі әлемдерге таратып тастаған еді. Ол қайта оралған сәтте әлемдердің бірігуі басталып, барлық дүниелер күйреп жойылады. Сол себепті Скорпион Рейденнің өзінің жан дүниесінен Камидогу қоймасына апаратын кілтті алып, оны біржола жоюды өтінеді. Бірақ Рейден енді мұны істей алмайды, өйткені ол енді құдайлық күшінен айырылған. Ол Ханзоға тығылып, егер оны тауып алса, жүрегі не айтады, соны істеуді кеңес етеді. Рейден біледі, Скорпион көптен бері жарық пен түнектің арасында жүр, және дәл осы сәтте ол соңғы түпкілікті таңдау жасауы мүмкін. Шао Канның қамалында қаһармандарды Шаң Цунг қарсы алады. Ол оларды императорға алып барады, ал Шао Кан турнирдің ережелерін жариялайды. Осыдан кейін бірінші жекпе-жек басталады. Аренаға Джонни Кейдж шығып, қарсыласынан бірден өте ауыр соққы алады. Келесі болып аренаға Страйкер шығып, оның ізін ала Соня ұрысқа кіреді. Олардың артынан Джакс Сайркспен айқасып, Кентаурды күйретіп тастайды. Бұл нағыз бруталити болды. Жаудың қол-аяғы жұлынып, жан түршігерлік қырғынның орын алады. Сол уақытта Сайркс пен Сектор Скорпионның ізіне түсіп, оған шабуыл жасайды. Бірақ оларға Сабзиро бөгет болады. Ол бауырының өлімін кек алу үшін Скорпионды өзі өлтіргісі келген. Бірақ кенеттен Смоук пайда болып, Сабзироны жеңіп тастайды. Сабзиро шығанаққа құлап, суға батып бара жатқанда, киборгтар Ханзоны ұстап алып кетеді. Шайқас аренасында Рейден жекпе-жекке шығып, қарсыласын жеңеді. Алайда өзі де ауыр жарақат алады. Киборгтар Ханзоны храм қақпасына жеткізіп, оны ашуға мәжбүр етеді. Қақпалар ашылған соң, олар Скорпионды жоюға шешім қабылдайды. Себебі енді ол оларға қажет емес еді. Бірақ дәл сол сәтте Сабзиро қайта оралып, жауларын мұздатып тастайды да Ханзоның артынан қуа жөнеледі. Скорпион храмның ішіне кіріп жасырынды. Барлық шайқастар аяқталған соң, Джонни Соняға жақындап көңіл білдірмек болады. Бірақ қыз оны суық қабылдап, бірден кері қайтарады. Сонда Кейдж Джакстан кеңес сұрайды, ал ол қыздармен нәзік, сыпайы қарым-қатынас жасау керек дейді. Осы уақытта Скорпионды қуып жеткен Сабзиро оған шабуыл жасайды. Дәл осы сәтте киборгтар пайда болып, екі қарсылас уақытша одақтасып, олармен бірігіп соғысуға мәжбүр болады. Олар Смоук, Сайркс және Сектордан қашып құтылады. Бірақ Камидогу қоймасына жақындаған кезде екеуі қайтадан бір-бірімен шайқас бастайды. Сол сәтте Скорпион Сабзироның бауырының өліміне өкінетінін айтып, өзінің лайықты жазасын қабылдауға дайын екенін мойындайды. Алайда Сабзиро оны өлтіре алмайды. Ол Ханзоны кешіреді. Екеуі бірге Камидогу тұрған тұғыр жаққа бет алады. Бірақ дәл сол кезде Смоук, Сайркс және Сектор пайда болып, реликвияны қолға түсіреді. Скорпион мен Сабзиро ғимарат құлаған кезде үйінді астында қалып қояды. Ал турнир өлім сайысы өз жалғасын таба береді. Бұл жолы аренаға Соня шығып, Джонниді қорлаған қарсыласынан кек алады. Одан кейін Джакс Шао Канмен шайқасады. Бірақ император оны оп-оңай жеңіп тастайды. Келесі жекпе-жекте Страйкер Шаң Цунгпен бетпе-бет келеді. Сиқыршы оның денесіне еніп, Страйкерді өз қолымен өз басын жұлып тастауға мәжбүрлейді. Камидогу қоймасы құлаған кезде Сабзиро мұздан қорғаныс жасап үлгереді. Соның арқасында Скорпион мен екеуі тірі қалады. Екеуі жарақатсыз шығып, енді Шинокты іздеуге аттанады. Ал дәл осы уақытта Шао Кан Кун Лао мен айқасады. Император қарсыласының өлтіргіш бас киімін қағып алып, оны Лаоның кеудесіне қайта лақтырады. Содан кейін Кунг Лао қақ бөлініп қалады. Бұл жекпе-жектен кейін аренаға Рейден мен Китана шығады. Ханшайым бұрынғы құдайды жеңеді, бірақ оны өлтірмейді. Оның орнына ол қанжарын Шао Канның жүрегіне бағыттап жібереді. Алайда ол өлмейді. Император Китананың сатқындығы үшін жазалап, оны жер жауынгерлерінің өліміне мәжбүрлеп, қарап тұратындай қылып іліп қояды. Ары қарай императорға қарсы Соня шығады, бірақ ол да императорды жеңе алмайды. Кейін аренаны Шаң Цунг мен Лю Кэнг бөліседі. Сиқыршы Людің қолын қара магиямен зақымдайды, бірақ бір қолмен қалғанына қарамастан, ұлы жауынгер оны жеңіп шығады. Ол тіпті Шаң Цунгты өлтірмейді.
Осы уақытта Камидогудың соңғы бөлігін алған Шинок Грандмастер мен оның киборгтарын жоюды бұйырады. Дәл осы сәтте Грандмастер кімге қызмет етіп келгенін түсініп, өз-өзіне өкінеді, бірақ тым кешеді. Өйткені оның омыртқасын жұлып алады. Ал сол кезде Лорд Рейден аренаға шығып Шауканмен бетпе-бет кездеседі. Адамға айналған Рейден мұндай қуатты қарсыласты жеңе алмады. Император оны қатты соққылап өлтіріп тастайды. Ұстазының көз алдында мерт болғанын көрген Лю Кэнг ашуға булығып, бойындағы оянғалы тұрған орасан күшті сезінеді де Шауканға қарсы ұмтылады. Шайқас барысында ол от күшін оятып, Шан Цунгтың қарғысын бұзып, императорды жеңіп шығады. Жекпе-жектен кейін Лю Кэнг Китананы босатады. Дәл осы сәтте аренаға жоғарғы құдайлар түсіп келіп, барлық әлемді шарпыған жаңа қауіп жайлы хабарлайды. Шиннок Камигодудың барлық бөлігін қолға түсіріп, оларды біріктіруге әзірленіп жатқан еді. Біртұтас ежелгі мәнді тек жоғарғы құдайлармен бірге отырып қана жеңуге болады. Ал мұны жасай алатын жалғыз тұлға Лю Кэнг. Шиннок біртұтас мәнді тірілткен сәтте оған Сабзиро мен Скорпион қарсы тұруға тырысады, бірақ күштері жетпейді. Әлемдердің бірігу процесі басталып кетеді және сол уақытта жоғарғы құдайлар Лю Кэнгпен бірігіп, оны жеңілмес кейіпке айналдырады. Олар Лю Кэнг пен жердің барлық қаһармандарын біртұтас мән тұрған алаңға көшіреді. Отқа оранған Лю Кэнг шайқасқа аттанып бара жатып, бұрын-соңды болмаған өзгеріске өзгере бастайды. Ол алып айдаһар кейпіне еніп, басты жауды талқандауға қабілетті құдіретке ие болады. Сол кезде Скорпион мен Сабзиро басқа жауынгерлермен бірігіп, Шинноктың құбыжықтарынан адамдарды қорғауға атсалысады. Джакс қорғаныс шебін ұйымдастырып, сарбаздарды соңынан ертеді. Соня мен Джонни де шайқасып, бір сәтте Соня өлім аузынан қалады. Дәл сол уақытта Кейдж оған өзінің шын жүректен ғашық екенін айтады. Сол күш олардың бірге жеңіске жетуіне себеп болады. Лю Кэнг те қарап тұрған жоқ, ол біртұтас мәнге қарсы шабуыл жасайды. Бұл шайқаста оған Скорпион мен Сабзиро көмектеседі. Екеуі бірігіп шайқасса әлдеқайда қуатты еді. Біртұтас мән Лю Кэнгтің достарын жоймақ болған сәтте қаһарман оны күйретіп жібереді. Отқа оранып соңғы соққы жасайды да әлемдердің бірігуін тоқтатады. Лю Кэнг әлемдерді бір-бірінен ажыратып жібереді, сөйтіп жаппай жойылу тоқтатылады. Содан соң Лю Кэнг қайтадан адам кейпіне оралады, ал Китана оның құшағына жүгіріп барып құлай кетеді. Кэнг осы сәттен бастап енді турнирде құдайларда болмайтынын жариялайды. Барлық әлемдер еркіндікке ие болады. Алайда кейбіреулері бұлай жақсы аяқтала қояды деп сенбейді. Өйткені Шауканның денесі әлі табылған жоқ. Бірақ бұл Лю Кэнгті алаңдатпайды. Егер зұлым қайтып оралса, олар бәрі бірігіп оны тоқтата алады. Оның бұл сөздері Соняға ерекше жігер береді. Сонда ол Джонниді құшақтап, оны сүйіп алады. Ал олардың жеңісін алыста бір жұмбақ тұлға бақылап тұреді. Оның басындағы бас киімі дәл Рейдендікіне ұқсайды. Келесі сәтте сол жерге найзағай жарқылып пайда болады. Бұл дегеніміз Рейденнің қайта оралғанын білдіреді. Міне достар, осымен біз Mortal Kombat аңыздары патшалықтар айқасы бөлімінің толық оқиғасында бірге аяқтадық. Бұл фильм бірден сездірді. Енді әңгіме жеке адамның кегі немесе бір турнирдің қызығы емес, енді бәрі патшалықтардың тағдырына тіреледі. Бұл бөлімнің салмағы да сонда. Мұнда әр шешімнің артында бір адамның емес, бүтін бір әлемнің ертеңі тұр. Осы оқиғадан кейін Mortal Kombat Legends сериясының масштабы күрт өседі. Біз көргеніміз жай шайқастар тізбегі емес, заң мен күштің қақтығысы. Бір жақ тәртіпке, ержеге, тепе-теңдікке сүйенеді. Екінші жақ қорқынышқа, армияға, өктемдікке сүйенеді. Ал ең ауыр сұрақ мынау: егер қарсы алдыңда заңды тыңдамайтын жау тұрса, заңмен ғана қорғана аласың ба? Міне, бұл фильмнің ішкі драмасы дәл осы. Ең символикалық сәттердің бірі Рейденнің таңдауы. Бірінші бөлімде ол көбіне бақылаушы сияқты еді. Бағыт берді, бірақ өзі тікелей араласа алмады. Ал бұл жерде Рейденнің жауапкершілігі басқа деңгейге шықты. Бұл фильм бізге бір нәрсені түсіндіреді: кейде жеңіс үшін күш жеткіліксіз, кейде жеңіс үшін құрбандық керек. Рейденнің жолы дәл сондай ауыр жол. Ол өз мақсаты үшін емес, өз халқы үшін бәріне дайын екенін дәлелдейді. Ал Лю Кэнг осы бөлімде тек ең мықты жауынгер болып қалмай, ішкі тұрақтылықтың символына айналады. Mortal Kombat'та жұдырықпен ғана емес, мінезбен де жеңесің, және Людің күші дәл осы мінезде.
Ол өзі үшін емес, жер патшалық үшін күресетін адам. Сол үшін оның әр қадамы жай қозғалыс емес, жауапкершілік. Соня, Джонни, Джакс линиялары да осы бөлімде маңызды рөл атқарады. Бұл кейіпкерлер арқылы фильм соғыс деген нәрсенің қалай әсер ететінін көрсетеді. Біреу салмақтырақ болады, біреу өзгереді, біреу басындағы жеңіл ойдан арылып, енді шынайы қауіптің алдында өседі. Legends сериясының жақсы жері ол кейіпкерлерді бір қалыпта ұстамайды, оларды жағдайдың ішінде жетілдіреді. Ал Шао Кан бұл бөлімде жай ғана жау емес, идеология. Ол келісімге келмейді, ол қарсыласын жеңу үшін емес, қарсыласын сындыру үшін келеді. Сол себепті ол тұрған жерде ауа өзгереді, бәрі суып кетеді, бәрі тарылып, қорқыныш күшейеді. Оның ең үлкен қаруы армиядан бұрын үрей. Егер сен қорықсаң, сен жеңілдің. Осы фильмнің тағы бір қатты әсер беретін тұсы, біз Mortal Kombat'та жеңіс әрдайым қуаныш емес екенін көреміз. Мұнда жеңіс көбіне ауыр сезіледі, өйткені бұл әлемде жеңдім деген сөз жиі бір нәрседен айырылдым дегенмен қатар жүреді. Бұл серияның философиясы да осында. Mortal Kombat қан мен айқай емес, Mortal Kombat тағдырдың бағасы. Сол себепті патшалықтар айқасы бізге бір негізгі ой қалдырады. Бұл жерде әңгіме кім мықты туралы емес, әңгіме кім адам болып қала алады туралы. Біреу ашуға беріледі, біреу қорқынышқа беріледі, біреу сатқындыққа барады, ал біреу ауыр болса да дұрыс шешім табуға тырысады. Бұл жерде нағыз жеңіс тірі қалу ғана емес, ішкі шекараңды сақтап қалу. Ал енді достар, осы фильм бізге бір нәрсені анық көрсетті. Оқиға мұнымен тоқтамайды. Қанша шайқас аяқталса да, Mortal Kombat әлемінде тыныштық ұзақ тұрмайды. Себебі әр жеңістің артында жаңа қауіп тұрады. Әр жабылған есіктің артында жаңа есік ашылады. Сондықтан бұл анимация желісі дәл осы жерден кейін одан сайын қызып кетеді. Егер видео ұнаса, лайк басыңдар, пікірге ең әсер еткен сәтті жазыңдар, және келесі бөлімде көргілерің келсе, міндетті түрде белгі беріңдер. Мен алдыңғы видеодағыдай бұл жолда бір нақты шарт қояйын. Егер осы видео 200 лайк жинаса, келесі Mortal Kombat Legends бөлімінде кідірмей шығарамын. Сендер қолдасаңдар, мен жалғастырамын. Сіздермен болған Киношоу KZ. Біз бұл жерде оқиғаны жай айтып бермейміз, біз оның мағынасын сездіреміз. Келесі кездескенше.